дәрігер ретінде сіздерге айтайын, ілгеріге бару ол өте қате нәрсе. Міндетті түрде дәрігердің консультациясын алуды талап ететін жағдайға жатады. Балалардағы құсу бұл неден пайда болады? Бірінші кезекте бала респираторлы вирусты инфекцияны, энтеровирусный инфекцияны, немесе тағаммен улану, токсика инфекция деп жатамыз. Функциональды нарушение, яғни асқазан ішек жолының тағамды қорыта алмауының әсерінен құсу рефлексінің пайда болуы. Немесе балалардағы жөтелу салдарынан жоғарғы тыныс жолында рефлекс пайда болып, осының салдарынан құсуы мүмкін. Енді үй жағдайында құсуға байланысты сіз не жасай аласыз? Бірінші кезекте сіз әрдайым мен айтып отыратын нәрсе, бала патологиялық сұйықтықты жоғалтатын болса, яғни іш өткен кезде де, құсқан кезде де әрдайым сумен қамтамасыз ету, баланы көп мөлшерде су беру. Осы ұстанымды әрдайым ұстанып жүретін болсаңыз, сіз балаңызға тек пайда алып келесіз. Екінші кезекте құсуға қарсы үй жағдайында бірінші қолдануға болатын нәрсе бұл бізде рефлекстерді басатын препараттар, яғни матинорм, немесе цирукал, цирулин деген секілді, немесе қарапайым новокаиннің өзін қажетті процентный соотношениеде қолданатын болсаңыз, балада определенный белгілі уақытта құсуды басып тұра аласыз. Бірақ бұл негізгі себеппен ғана күресу. Ал жалпы ауруды анықтау, ол баладағы болып жатқан патологияның негізгі этиологиясын, яғни негізгі себебін анықтау, ол әрдайым дәрігердің еншісінде қалатын нәрсе. Үй жағдайында сіз балаңыз құсып жатыр, бірінші кезекте суды толықтырдыңыз, құсуға қарсы препаратты қолдандыңыз, және үшінші сіз міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жүгініңіз. Қазіргі уақытта яғни біздің халық арасында кеңінен таралып жатқан нәрсе бұл ілгір деп айтамыз. Яғни ілгірге жүгіну арқылы, бұл негізгі себеп не? Аналардың ойынша балада тамағында, яғни жоғарғы тыныс жолында тамағында асқазанға дейінгі бөлікте белгілі бір заттың тұрып қалуы. Осының әсерінен балам құсып жатыр дейді, құсуы тоқтамай жатыр дейді, ілгірге барады. Ал ілгір, мен медицина тарапынан дәрігер ретінде сіздерге айтайын, ілгірге бару ол өте қате нәрсе. Өйткені жалпы баланың анатомиялық құрылысында ешқандай тамақта ешқандай қалташа жоқ, яғни тамақтың қалдықтары көбінесе алманың қабығы, жүзімнің қабығы деп жатады, помидордың қабығы тұрып қапты деп айтып жатады аналар. Ондай нәрсе тұрып қалатындай, о жерде ешқандай ондай жер жоқ. Бұл қате пікір. Екінші негізгі бұның зиян тұсын айтайын, ілгірге бару арқылы сіз жоғарғы дауыс байланын, жоғарғы тыныс жолында, жалпы жұтқыншақта тамақтағы бадамша бездерді қолмен басу арқылы, қолмен зақымдау арқылы сіз микротравма алып келесіз. Яғни микротравма болғанда ол жердегі микроқанталаулар, ісіктер және бадамша бездерінің өзектерін жауып тастап жатады қол салу арқылы. Өйткені ілгірлердің барлығы дерлік қолын салу арқылы жаңағы тұрып қалған затты алып бердік деген принциппен жұмыс жасайды. Ал енді ол тұрып қалатын зат жоқ дедік, ол жерге зиянын тигізеді дедік, микротравма жасайды. Бұдан ең қорқыныштысы бадамша бездегі өзекшелерді басып тастау арқылы сіз алдағы уақытта егер балаңыздың ангина болса, тамағында ірің болатын болса, ол сыртқы ортаға шыға алмай, керісінше ішке қарай флегмона немесе басқа да қабыну процестеріне алып келетін асқынуды сіз өз қолыңызбен жасап беруіңіз мүмкін. Бұдан кейін келесі сізге айтатын нәрсе, сіз ілгірге жүгіну арқылы, құсқан кезде ілгірге жүгіну арқылы балаңызды тамағына, яғни тыныс жолына немесе тамағына, жұтқыншаққа, ас қорыту жүйесіне түрлі инфекцияларды, бактерияларды, микробтарды түсіруіңіз мүмкін. Өйткені ілгірдің қолы әрдайым асептика емес, яғни әрдайым таза болмайды. Асептика, антисептика шаралары ол жерде қолданбауы мүмкін, ұстанбауы мүмкін. Өйткені ілгірлер әрдайым үй жағдайында қабылдайды, үй жағдайында стерилді бинтті қолданбауы мүмкін, немесе перчатканы қолданбауы мүмкін. Осының барлығы сіздің балаңызға зиянын, зардабын тигізеді. Осы нәрселер болдырмау үшін сіз нақты білуіңіз қажет, құсу неден болып жатыр. Егер энтеровирустың әсерінен болса, энтеровирусты біз айтып жатамыз, ауыз, алақан, табан деп жатамыз да, үш белгісі. Яғни ауызда бізде жаңағыдай бөртпелер шығуы мүмкін, табанда бөртпелер шығуы мүмкін, аяқта бөртпелер шығуы мүмкін жалпы. Және балада құсумен, температурамен провоцировать етеді. Ал функциональный нарушениялар, яғни тағамдық токсика инфекциялар, тағамды дұрыс қорыта алмауы,
соргу механизмінің бұзылуы барлығы құсуға алып келуі мүмкін. Бұл өз кезегінде температурасы болады. Немесе жедел хирургиялық патология болуы мүмкін. Сізде ішек өтімсіздігі немесе ішектегі түрлі патологиялық процестердің барлығы асқазандағы қысымның артуы арқылы балада тағы да өз кезегінде құсуға алып келуі мүмкін. Сол себепті сіз үй жағдайында ұзақ уақыт 2-3 күнге дейін балаңызды ұстап, дәрігердің көмегіне жүгінбей, өздігіңізден ем жасап, балаңызға керісінше зиянын тигізуі мүмкін. Сол себепті менің кеңесім, менің тарапынан сіздерге айтатын ұсыныс, менің тарапынан сіздерге айтатын ақыл, ол егер балада құсу болатын болса, бұл приоритетті белгілерге жатады. Приоритетті дегеніміз міндетті түрде дәрігердің консультациясын алуды талап ететін жағдайға жатады. Сол үшін балаңыз құсты, дәрігерге апарыңыз. Балаңыз ауырмасын, алдағы видеоларда жүздескенше сізде егер қандай да бір тақырып, сұрақтар мазалап жүрген болса, сіз комментарийге қалдырыңыз, біз міндетті түрде оқып, алдағы уақытта сізге арнайы видео түсіріп шығаратын боламыз.